Кайырлы күн баршаңызга. Мен сиздермен бүгүн бурма баклаваны жасалуу жолу бөлүшетін боламын. Майымыздың үстүнөн жумурткамызды куябыз, бөлмө температурасындагы суубузду куябыз, суюк майымызды куябыз, 6% яблочный уксусумузду куябыз. Міндетті түрдө 6% болуу керек, 70% уксус болмайды. Жакшылап колубуз менен мыжап отуруп аралаштырып алабыз. Üstünün unumuzu salıp жақсылап қамыр илеп аламыз. Үйі қанғанша қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Илеп болғаннан кейін жарты сағатқа холодильникке тындырып қоямыз. Жарты сағаттан кейін шығарып, осылай 6 бөлікке бөліп аламыз. 93-94 граммнан таразыға тартып бөліп аламыз. Кукурузный крахмалға салып, екі бетін аунатып аламыз. Міндетті түрде кукурузный болу керек. Қамырымызды жаямыз. Алғашқы кезде крахмалды көп себеміз. Қамырымыз осылай үлкейе бастаған кезде крахмал сеппей жаямыз. Себебі қамырымыз қаясып жыртылғыш болып қалады. Ортасынан бөліп аламыз. Мен мына жалюздің осындай несін алдым. Сіздер ағашты алсаңыздар болады. Тура осындай жіңішке затпен қамырдың ортасына қоя отырып, осылай салмасын салып, осылай орап аламыз. Екі шетінен баса отырып, бір нығыздап аламыз, ортаға жинап аламыз. Екі шетін кішкентай кесіп тастаймыз. Ортасынан бөліп, қайтарылған жағын ішіне қаратып, осылай дөңгелек етіп орап аламыз. Сәнді үшін өздеріңіз кез келген дақыл қойсаңыздар болады. Мен грек жаңғағын қойдым. Екінші бөлігінде дәл солай істеп аламыз. Барлық қамырды осылай жасап аламыз. Басып тұрып, ортаға жинаймыз. Осылай дөңгелектеп аламыз. Енді бетіне жағатын сары майымызды дайындаймыз. Ол үшін қайнап тұрған сары майды сүзекіден
өткізіп аламыз. Майдың түбіндегі аппақ бөлігі өтіп кетпеу керек. Сұйық майымызды қосып, баклавамыздың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Барлық жеріне тиетіндей қылып. Міндетті түрде барлық жеріне жағылып шығу керек. Қалғанын үстінен осылай ақырын құйып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Пешке қойғаннан кейін 10 минуттан кейін сиробын дайындаймыз. Суын, шекерін, лимонның бір тілім бөлігін қосып отқа қоямыз. Отымыз өте баяу болмау керек, әрі қатты болмау керек. Орташа отта қайнатып аламыз. 20-25 минут. Ыстық піскен баклавамыздың үстінен ыстық сиробын құйып аламыз.